Bödөнөнүң түлкүнү тойгузуы. Bir түлкү тоғайды аралап келе жатып, қалың шалғынның арасында жүрген бөдөнені ұстап алыпты. Үрей ұшқан бөдені, түлкі жан тимеші, екеуміз дос болайық депті, құтылудың амалын іздеп. Ендеше мені тойғыз деп түлкі. Онда ер соңымнан, анау қыздарға барайық депті бөдені. Жаңа қонып жатқан бір ауылға ерулік алып бара жатқан қыздарды көрсетіп, оны көріп, ал баста дейді, түлкі соңынан ілесет. Жақындаған соң бөдені, мен қыздарды алдарқатып алып кетемін, сен тамағын жеп ал дейді, ұшып барып қыздардың қарсы алдына қонады. Қыздар бөденені қызықтап ұстап алғылары келеді. Ерулікке арналған тамақ толы табақтарды жерге қоя салып, ақсаңдай қашқан бөденені қуаласа жөнеледі. Сол кезде түлкі жетіп барып табаққа бас қояды. Етке сылқия тойып, табақтарын төңкеріп, ойнақтап шыға келеді. Ұзап барып бөденені ұшып кетеді. Қыздар қайтып келсе, табақтары шашылып жатыр екен, еті жоқ. Амалсыздан ауылдарына қайтыпты. Келесі күні түлкі өзінің бөдені досына тағы келіп өтінішін айтыпты. Досым, мені тағы бір тойдыршы. Жарайды, тойдырайын. Менің соңымнан ілесте отыр депті бөдені. Ілесейін баста деп түлкі сүмеңдеп бөденінің соңынан еріп бір ауылға келіпті. Бөдені түлкіні ауылдың сырт жағына ілестіріп алып барады. Сен осы жерде отыра тұр. Мен мұна ауылға барайын. Мені көрген соң ауыл адамдары жабыла қуалайды. Мен әр жерге бір қонып қашықтата беремін. Сол кезде сен үйге кіріп, астарын ішіп жеп, әбден тойып ал деп ақыл үйретеді бөдені. Мен қапы қалмаспын деп түлкі ауыл сыртында бұғып жата береді. Бөдені ауылға келіп, бытпылдақ деп ұшып қонып үйрет. Оны көргенде ауылдың үлкен кішісі түгел өре тұрып, жабыла кеп қуып береді. Бөдені әр жерге бір қонып, біртіндеп ұзай береді. Адамдарды алысқа алып кетеді. Сол кезде түлкі ауылға жетіп барады, үйге кіріп, әзір тамағын жеп, қарын тойдырып алып тайып тұрады. Бөдені орағыта ұшып келіп, бір қалыңда шол жиып жатқан түлкіден тойдың ба досым деп сұрайды. Түлкі тұмсығын көтеріп, менің құлағымның естімейтінін білмеуші ме едің? Тұмсығыма қонып отырып айтшы депті. Бөдені түлкінің сорайып тұрған тұмсығына қонып алып, тойдың ба досым депті құлағын айғайлап. Сол кезде түлкі, тойдым деп тұмсығында қонып отырған аңқау бөденені қақшып ұстап алып, қылғи салып